Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін біз 5-ші бөлімнің 2-ші тақырыбы алгоритмді құрып үйренеміз. Бұл сабақта біз өзіміз таңдаған программалау ортасында есептердің жалпы тапсырмалардың моделін құрып үйренеміз. Одан кейін сол есептердің әрбір қадамының қалай орындалатынын түсінуге тырысамыз. Жалпы алгоритмді біз негізі төменгі сыныптарда өткен болатынбыз. Оқулық бойынша алгоритм дегеніміз берілген есепті шешуге арналған қатаң анықталған әрекеттер тізбегі. Ал төменгі сыныптағы анықтама бойынша берілген есептің шығару жолдарын реттелген амалдар түріне келтіру, яғни мағыналары бірдей, алшақтық жоқ. Төменгі сыныпта біз алгоритмнің қасиеттеріне қарастырған болатынбыз. Еске түсіріп жіберейік, алгоритмнің дискреттілігі қасиеті бар, алгоритмнің анықтылығы, алгоритмнің нәтижелілігі және жалпылығы. Енді тоқталатын нәрсе бұл алгоритмнің дискреттілігі. Мысал түрінде айтатын болсақ, үлкен алгоритм болсын, үй соғатын, яғни үй соғу үшін біз ең алдымен бірінші фундаментін соғып алуымыз керек. Бірден үй соғыла салмайды ғой өйткені. Үйдің фундаментін тұрғызу бөлек бір алгоритм болсын, үйдің қабырғасын тұрғызу бөлек бір алгоритм болсын, және үйдің шатырын жабу бөлек бір алгоритм болсын. Осы үш алгоритмді, үш модульді, үш бөлікті біріктіріп, бір алгоритм құрастыруға болады. Есепті шығару кезеңдерін еске түсірейік. Бүгін сабағымыз біздің мынаған қатысы бар болса, яғни осы кезең қарастыратын болсақ, біз мына кезеңдерді дұрыс түсіне білуіміз керек және орындай алуымыз керек. Сонымен мынандай практика берілсін бізге. Оқушы ағылшын тілінің бірінші сабағында 5 термин сөз жаттады. Бірінші сабақта оқушы 5 термин сөз жаттады. Бірінші сабақта 5 термин сөз жаттады дейік. Әр келесі сабақтарда оған 2 сөзден қосылып отырды. Әр сабақтарда. Мынау бірінші сабақ, мынау екінші сабақ. Екінші сабақта 5 сөзге 2 сөз қосылып отырса 7 сөз болды. Үшінші сабақта 7 сөзге тағы да 2 сөз қосылса 9 сөз болды. Төртінші сабақта 9 сөзге тағы 2 сөз қосылса 11 сөз болды. Бесінші сабақта 13 сөз болды. Тағы сол сияқты. Бірақ бізге тапсырмада n сабақтан кейін, n сабақ деген бізде 5-ші сабақ, мысалы үшін. n сабақтан кейін оқушы барлығы қанша сөз жаттады, соны анықтау керек. Яғни, кестедегі берілген мысал бойынша 2 күнде оқушы қанша сөз жаттаған табу керек. Бір күнде 5 сөз жаттаса, 2 күнде оқушы 12 сөз жаттаған. 12 сөз. 3 күнде оқушы 9-ға 12-ні қосамыз, 21 сөз жаттаған. 4 күнде, яғни 4-ші сабақтан кейін оқушы 21-ге 11-ді қосамыз, 32 сөз жаттаған. 5-ші сабақтан кейін оқушы 45 сөз жаттаған. 32-ге 13-ті қосамыз, 45 сөз жаттаған. Яғни қадамдық әрекетін біз қазір қарастырып тастадық сіздермен. Енді Пифагор тұрғысынан қарайтын болсақ, бірінші сабақты мен мына жерге де қойып қояйын. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 5-ші сабақта барлығы 45 сөз жаттапты. Кесте бойынша теңестіріп көрейікші. 2 сабақтан кейін 12 сөз жаттаған, 2 сабақтан кейін 12 сөз жаттаған дұрыс. 5 сабақтан кейін 45 сөз жаттаған, 5-ші сабақтан кейін 45 сөз жаттаған дұрыс. Енді алгоритмдерді сипаттаудың бірнеше түрлері бар екен, оны біз тағы да төменгі сыныптардан білеміз. Яғни ең бірінші табиғи тіл, яғни қарапайым сөздер. Графикалық сипатталуы бар. Арнайы блок схемалар бар. Алгоритмде жазылуы бар. Және программалау тілінде жазылуы бар. Алгоритмдік тілде жазылу бұл біздің табиғи сөздеріміздің қысқартылған түрі. Яғни псевдокод деген тағы бір ұғым бар. Псевдокод ол біздің қысқартылған сөздер. Тура сондай псевдокодтар бізде алгоритмдік тілде де қолданылады. Оны бөлек біз функциялар дейміз, немесе операторлар дейміз. Енді алгоритмін құрып көрейік. Өзіміз білетіндей,
төменгі сыныптарда қарастырған болатынбыз. Alg деген қызметші сөз бар, яғни alg деген псевдокод бар. Мұнда біз тақырыбын жазамыз. Мысал үшін біз тапсырма үшін ол сөздер болсын. Одан кейін барлық алгоритм бізде басталуы керек. Яғни басы деген сөз пайдаланылады, басы деген псевдокод бар. Одан кейін бар, міндетті түрде біз айнымалыларды беріп аламыз. Мысал үшін i деген айнымалын кіргізіп қоюымыз керек. Бізде қайталанатын әрекет болғаннан кейін бізде i деген счетчик міндетті түрде болу керек. Нүкте тұр қойып қояйық. Одан кейін k деп алайық. K бізде 5-ке тең болсын. Неге? Өйткені бір сабақта жаттаған сөздер саны. Яғни мен оны k деген айнымалға меншіктеп қойдым. Және s бар. S бізде ең соңында шығады. Ол бізде сөздер саны. Ол да әзірге 0-ге тең болсын. Енгіземіз, міндетті түрде енгізу болады. Нені енгіземін мен? Сабақтар санын енгіземін. Мен 2, 5 немесе басқа да бір санды енгізу мүмкін. Яғни ағылшын тілінде өтілген сабақтар санын енгіземін. Мысал үшін n деп алдық. Өйткені тапсырмада n деп тұр. Олай болса бізде I, K, S, N деген айнымалылар бар. Шарт қойылады. Әзірге I кіші n-нен. Өйткені I бізде 0-ге тең, n-ді мен сабақ саны ретінде енгіземін. Яғни 2 немесе 5. Егер шын мәнінде 0, 2-ден немесе 5-тен кіші болса, онда әрекеттерді орындау керек. Яғни барлық сөздер менде 0 болып тұр, соған мен k-ны қосамын. Яғни 0-ге 5 қосамын, бірінші сабағым шықты мен. Одан кейін келесі сабақтарға мен 2-ге арттырып отырамын. Яғни сөздер саны мен 2-ге арттырып отырамын деген сөз. Одан кейін 0-ге мен 1 қосып отырамын. Мұндағы 1 қосып отыру себебім мен n-ге жетіп алуым керек. Яғни сабақтар санына жеткізуім керек. Сабақтар саны тең болғаннан кейін алгоритм бізде орындауын тоқтату керек. Яғни міндетті түрде бізде цикл басы кету керек. Мына жерде ұмытып кеттім, кешіріңіздер. Одан кейін цикл соңы бар. Осындай псевдокодтар қолданылады. Ең соңында n мен i теңескеннен кейін мен қанша сөз жаттады? Сол сөздердің санын шығаруым керек, яғни ол s. Одан кейін ең соңында алгоритм бітуі керек. Соңы. Алгоритм жалпы осындай түрде болады. Назар аударайық, келесі экранда бізде блок схема түріндегі сипатталуы берілген. Тура осы берілгендерді. Одан кейін мына шартты, мына енгізілген сабақтың санын, одан кейін цикл ішіндегі әрекеттерді және ең соңындағы нәтижені мен осы жерге енгіземін. Санайық. 1, 2, 3 айнымалы, 1, 2, 3 айнымалы, яғни I, K, S, міндетті түрде олар 0-ге тең, K 5-ге тең бірінші сабақ, әзірге сабақ жоқ 0-ге тең. Мен n-ді енгіздім, сабақтарды енгіздім. Одан кейін I n-нен кіші болды. Мына шартты енгіздім. Әзірге шарты, блок схемасы. Одан кейін міндетті түрде мына цикл ішіндегі әрекеттерді енгіземін. S тең, S қосылған K. Одан кейін әрбір сабақтан кейін міндетті түрде мен жатталған сөздер санын 2-ге арттырып отыруым керек, берілген мысал бойынша. Одан кейін әр сабақта мен n-ге толтыруым үшін оған 1-ді қосуым керек. Яғни әрбір айналым үшін деген сөз. Әрбір айналым ол бір сабақ. Және ең соңында мен s-ті шығарамын. Жалпы программаның кодын денесі мынандай болады. Мұнда да кішкене түсіндірме бар. I деген n-ге тәуелді күндер саны, яғни сағат саны.
сабақтар саны. Бірінші сабақта жаттаған сөздер саны, жалпы сағаттан кейінгі жаттаған сөздер саны. Енді енгіземін. Менің мысалымда ол 4-ке тең болса, тағы да санап көрейік. 4-ке тең болса, 5 күнде ол 45 болды. 5 сабақта 45 сөз жаттады. 4-ке тең болса, 32 сөз жаттады. Яғни ең соңында S тең 32 деп шығарып беру керек. Мұндағы N 4, S 32. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Бұны өздерің үйде орындап көріңдер. Яғни тапсырмамыз биология пәнімен байланысты болсын. Амеба өздігінен көбейетін организм. Оны бәріміз білеміз биологиядан. Сағат сайын ол 2-ге бөлініп отырады. Сызбада көрсетілген. 1 сағатта 1 амеба, 1 сағатта 2 болады. N сағаттан соң организм саны қаншаға жетеді? 1 сағатта 1 амеба 2 болса, 2 сағатта ол 4 болады. 5 сағатта ол 32 болады. Осы тапсырманың алгоритмін құрастырайық, блок схемасын құрастырайық, және программалау тілінде, яғни Python программалау ортасында оның кодын құрастырайық. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет.